Мынау ел сүйкімді болып көрінуі мүмкін, бірақ оның подвалына кірсеңіз, ол туралы мүлдем басқаша ойлап кетесіздер. Подвалын видеоның соңында көрсетемін. Киноның басында бізге бір текстті көрсетеді. Ол жерде былай жазылып тұр: егер де далада ауа райы жаман болса, ол сен өледі деген сөз, әсіресе түнде. Сосын бізге даладағы жаман ауа райды көрсетіп, бір әйелді көрсетеді. Ол өзінің құрбысымен сөйлесіп келе жатыр. Және де бутылка мен стаканға вино құяды. Сосын өзіне тамақ алады. Сосын телефонын тастап, тамағын алып жатқан кезде ар жақтан бір дыбыстарды естіп қалады. Сосын жарайды қойшы дейді да, телевизорын қосып, тамағын дайындап, телевизор көріп отырады. Телевизорда бір өте қауіпті маньяк бір жерден қашып кеткенін айтады. Және де ол әлі бостандықта жүр. Сондықтан егер осы адамды көрсеңіз, полицияға дереу хабарласыңыз деп жазылып тұрады. Бұл әйелге мынау ұнамай, ол келесі каналға ауыстырады. Және ол жерде сериал болып жатыр. Сосын ол кухняға барып, тез өз телефонын алады да қайтып өз орнына отырады. Сосын телевизорда бір сериал болып жатыр. Сосын бір кезде сериалды көріп жатып ұйықтап қалады. Және түсінде қорқынышты түс көреді. Ар жақта бір белгісіз дене тұрады да жоқ болып кетеді. Біздің дәл алдымыздан есіктен бізге бір қорқынышты біреу қарап тұрады. Сосын ол сол жерден жоқ болып кетіп, әйел жан-жақтан оны іздеп жатқан кезде дәл алдында пайда болып оған шабуыл жасайды. Сосын әйел шошып оянады. Тұрған соң бірден әлгі пышаққа қарайды. Сосын қорқып үйіндегі бүкіл терезе перденің бәрін жауып қояды. Сосын бір кезде есік ашық тұрған есіне түсіп тексеруге барады. Ал оказывается есігі жабық тұр екен. Сосын босаңсып үстіге көтеріледі. Сосын өзі отырған жеріне оралып теледидарды қосып қояды. Сосын ас бөлмеге барып өзіне тамақ дайындап бастайды. Тамақ дайындап біткен соң оның дәмінен рахаттанып жатады. Сосын сол тамағын холодильникке салып жатқан кезде оның есігін біреу қағады. Сосын есікке барып есікті ашқан кезде ол жерде бір жігіт тұрады. Және де менің есімім Сет Фернандес, мен мистер Эндрюстің үйіне келдім. Ол өліп қалған дейді. Ал мынау ел болса, бұл үй мистер және миссис Робертсқа жазылған деп айтады. Сосын бір қағаз беріп, осы жермен мына проблеманы шешіңіз дейді. Сосын жарайды, бірақ мынау миссис Робертсқа арналған дейді бұл үй. Сосын әлгі еркек түсінбей, мынау адрес неғып маған берді деп кетіп қалады. Сосын мынау ел өз орнына оралып, теледидарды қосып, телефонмен өз құрбысымен сөйлесіп жатқан кезде тағы да есікті біреу қағады. Сосын тұрып есікке қарай бара бастайды. Сосын есікті ашқан кезде жаңағы еркек ана жерде тұрады. Және де кірсем бола ма? Және ауа райы жаман болып тұр. Дала суық, мен достарым қазір алып кетеді дейді. Және де бір сағатқа сіздің үйіңізде отыра тұрсам бола ма деп сұрайды. Және де оның көлігінде бензин аз екенін айтады. Сосын мынау ел жарайды тек бір сағатқа ғана деп айтады. Сосын екеуі кіріп бара жатқан кезде әлгі еркектің паспорты жерге түсіп қалады. Және де мынау ел оның аты Джонатан екенін біліп қояды. Сит емес. Ал мынау еркек болса, иә, менің атым Джонатан Фернандес деп айтады. Сосын жарайды дейді да әлгі еркек үстіне жамылатын одеял мен зарядка сұрайды. Сосын әйел жарайды дейді. Сосын әйел тоқтап қалады да, егер сенің телефонында зарядка жоқ болса, енді сен достармен қалай хабарласын деп сұрайды. Сосын мынау еркек өзінің алдағын айтады. Және де сізден кешірім сұраймын дейді. Бірақ мистер Эндрюс жайлы ол өтірік емес, менің бастығым айтты дейді. Сосын мынау ел жарайды дейді да, тек 9-ға ғана қаласын дейді. Ары қарай өз жұмыстарымен кетесің. Сосын екеуі теледидар көруге отырады. Сосын көріп жатқан кезде жаңалықтардан әлгі серийный убийца осы қыздың көшесінде жүр дейді. Және сол маньяктан сақтаныңыздар дейді. Сосын әлгі әйел еркекке қарап басқа каналға ауыстырады. Ал ол жерде сериал. Сосын әлгі әйел тұрып өзінің күйеуіме хабарласам дейді. Сосын телефон алып онымен сөйлесіп жатады. Ал мынау еркек болса өзін кішкене ыңғайсыз сезінеді. Сосын өз орнына оралған кезде әлгі еркек су ішсем бола ма дейді. Әйел болса, иә, ана жерден ішсем болады дейді. Сосын еркек су ішуге кетеді. Сосын еркек су ішіп жатқан кезде мистер Робертс қайда деп сұрайды. Ал мынау әйел болса, менің баламның тойында дейді. Сосын сенің отбасың қайда деп сұрайды. Ал еркек болса, мен өгей шешеммен әкеммен бірге тұрамын дейді. Сосын мынау еркек тұрып, мен өзім жалғыз тұрамын. Және де әйелім автокатастрофада қайтыс болды дейді. Және ол жақсы адам болмады. Мен сол әйелді жақсы көрдім, бірақ ол мені басқа әйелмен ауыстырды деп айтады. Сосын әйел сосын не болды деп сұраған кезде ол автокатастрофада қайтыс болды дейді. Сосын мынау әйел ашуланып, болды, үйіне қайт деп оған ұрса бастайды. Сосын әлгі еркек өзін біртүрлі көрсетіп, әлгі әйелге неге осындай уақытта бөтен адамды үйіне кіргізесің деп пышақты алып оған қарай келе жатады. Ал әйел болса, мен қазір полицияға хабарласам, кет дейді. Бірақ әлгі еркек олар келгенше жарты сағат кетеді дейді. Оған қарай жақындай бастайды. Сосын әлгі еркек күліп оны мазақтай бастайды.
және де кешіріңіз деп сұрайды. Мен осы уақытта сізге әзілдейін дегем әлгі жаңалықтан кейін. Сосын есікті біреу қаға бастайды. Сосын әлгі еркек мен сіздің орныңызға барайын деп кетіп қалады. Сосын әлгі еркек есікті ашқан кезде үйде мистер Эндрюс бар ма деп сұрайды. Сосын мынау еркек болса дым түсінбей неғып адреспен екі адам шатасып кете береді деп біртүрлі сезіммен келе жатады. Сосын әлгі кісіден сұрай бастайды, әлгі әйелден сұрай бастайды, бірақ ол что-то көрінбейді. Сосын телефонды алған кезде телефонның артында батарейкасы жоқ. Ендеше анау әйел қалай өз күйеуіне звондады деп біртүрлі сезіммен тұрады. Сосын бір кезде жарық өшіп қалады. Сосын әлгі еркек өз сөмкесін іздеп оны таппай жүреді және де жарық жанып тұрған жаққа қарай бара бастайды. Ал ол подвалда. Сосын подвалға келіп бір қорқынышты атмосфера бола бастайды және де көрпенің астын ашқан кезде мистер Эндрюс жатады. Сосын әлгі әйел біртүрлі әндетіп келіп біртүрлі қимылдармен өз түрін көрсетіп пышақпен келе жатады. Сонымен қап-қараңғы болып кетеді. Әлгі еркекті өлтіреді. Сосын әлгі әйел өзінің пышағын жуып жатады және сол уақытта құрбысымен сөйлесіп жатады. Сосын есікті біреу қағады. Сосын бір кісі келіп тұрады. Менің атым Ашок Варман, мистер Эндрюс бар ма деп сұрайды. Және де я ол үйде деп әлгі әйел оны кіргізе бастайды. Сонымен әлгі әйел чш дейді да сонымен кино бітеді. Міне осымен бітті және көріп тұрғандарыңыздай мына әйел өзі маньяк болып шықты. Подвалы бос тұрған жоқ. Ол жерде мистер Эндрюс пен әлгі еркек жатыр. Бұл кино Let Me In деп аталады. Яғни қазақша аударсақ мені кіргіз деп тұр. Және киноның басында мына тексті бәріміз түсінбеген боламыз. Егер де далада ауа райы жаман болса, ол сен өледі деген сөз, әсіресе түнде. Сол үшін бұл жай ғана әйел маньяк емес, бір тылсым күш даланың ауа райын жаман қылып тұр деген сөз. Осы киноның соңына дейін көргеніңе рахмет. Тіркеп кет, сау бол.